Темір Гурқап қолбасшы, мемлекет қайраткері. 1336 жылы Түркістанда туып, 1405 жылы Самарқан қаласында жерленген. Барлас тайпасының биі Тарағай бектің баласы 1361 жылдан Қашқария уалиятанының билеушісі болды. 1370 жылы Мауреннахрды алды. Жас кезінде Түркістан маңындағы бір шайқаста аяғынан жарақаттанған. Осыған байланысты Ақсақ Темір атанған. Әмір Темірдің қолбасшылық дарыны арқасында Хорезм мемлекеті Шығыс Түркістан, Герат, Хорасан, Қандағар, оңтүстік Әзербайжандағы Сұлтания, Тебриз, Иран және Ауғанстан толық бағдандырылды. Бірнеше дүркін жойқын жорықтан соң Алтын Орданы күйретті. Әмір Темір 1370-1390 жылдары Тоқтамыс хан мен Ездіге әмірдің арасындағы алаусыздықты шебер пайдалана отырып, Дешті Қыпшақ, Ақ Орда мен Моғолстанға 10-нан астам жойқын соғыс жорыған ұйымдастырылды. Әмір Темірдің Алтын Орданы талқандауы Ресейдің тәуелсіздік алуына оң жағдай туғызды. 1390 жылдары Әзербайжан, Дағыстан, Гүржістан, Грузия, Ирак Әмір Темір мемлекетінің құрамына енді. 1398 жылы Үндістан басып алынды. Сирия мен Лубнан, Палестина мемлекеттері бағдандырылды. Алдыңғы Азияның басқа мемлекеттері де Әмір Темірдің билігін мойындады. Әмір Темірдің үздіксіз соғыстарының нәтижесінде алып, империя Темір мемлекеті құрылды. Әмір Темір 1405 жылы Қытайға жорыққа шыққанда жолай отырарда қайтыс болды. Политическая деятельность Тамерлана довольно схожа с биографией великой исторической личностью полководца Чингисхана. Оба были уникальными индивидуумами, полководцами лично набранных отрядов воинов. Тамерлан был прекрасно осведомлен во все подробности организации военных сил. Многочисленные войска были опорой могущества Тамерлана. После проявления великого хана осталось большое количество культурных ценностей того времени. Он заботился о процветании не только столицы государства, но и своего родного города. Завоевывая большое количество земель, Тимур пригонял оттуда стоящих мастеров своего дела, ювелиров, строителей и архитекторов. С их помощью он старался встроить и возвысить столицу своего ханства – Самарканд.